Сәуле апай, бүгінгі сіздердің сұхбатында жүрміз. Менің сізге бірінші сұрағым, Қараман ата мешіті туралы кішігірім ақпарат айта аласыз ба? Қараман ата мешіті 11 ғасырда өмір сүрген ата-бабаларымыз. Бұл жерде Қараман ата руы қожа 11 ғасырда киелі Маңғыстауға дін, білім, ілімді беру үшін қожалар келген. Ең бірінші қожалар. Бұл Шопан атадан бастап, сол Қараман ата ұрпақтары Шопан ата. Сондықтан Ақпен Қараны айырған ата өте осы жерде талай билер келіп, талай жолға шығып бара жатқанда ант берген, анттасқан жер. Бір жалғыз бір үйдің баласын осы түркмендер ұрлап кеткенде, атын ұрлап кеткен кезде, сонда анттасып, соны Бекет ата өзі келіп аруағымен қолдап қорғап қалған екен. Сондықтан бұл Қараман ата өте киелі, қаншама азаматтар келіп жатыр қазіргі таңда. Біздерге осы Қараман атаға бірінші Алла, екінші спонсор болған Алексеевич Айдарбаев деген кісі. Ол кісі сол біз спонсор тауып, осы Қараман атаға қазір үлкен халыққа жағдай жасалынды. Қаншама жастарымыз келіп жатыр, басқа жолға түсіп кеткендер. Осы атаға келіп түнеп, атаға келіп садақасын беріп, ата ақ жолын ашып береді. Сондықтан айналайын қарағым, ел тыныш, халық аман болсын, болашақ жастарымыз аман болсын, денсаулық болсын, бәрінен де бір. Міне қазір көріп отырсыздар, қаншама мінекей Астраханнан, Оралскіден, басқа елдерден, Астана, Алматыдан қаншама жинап, мінекей 300-дей адамдар келіп жатыр. Бәрі зираттап келіп жатыр. Бірінің алақаны шипалы, бірінің арқасы шипалы, бірінің атасы керемет, бірінің нағашылары керемет. Сөйлемей келіп жатқан балдарымыз сөйлеп кетіп жатыр. Бала көтермеген келіндеріміз бала көтеріп кетіп жатыр. Оның бәрі бірінші Алланың қолында, екінші атаның қолында. Сондықтан бәрі де ел жақсылық болсын, өсіп келе жатқан болашағымыз аман болсын. Қараман ата желеп жебеп жүрсін. Киелі Маңғыстау 362 әулеті тараған жер ғой. Сондықтан киелі Маңғыстауда осы бірінші қожалар, бүкіл Шопан ата, Есен ата, Есмембет ата, Қараман ата, бұлар қожалар, өте мықты қожалар. Сондықтан осы Қараман атаның баста жатқан Қызәуле де Қараман атаның қызы екен. Жатқан Балауле ол жерде 40 бала жерленген. Медреседе сабақ оқып жатқанда, астында мешітте сабақ оқып жатқанда аңызда айтылған, балдардың басы шауып кеткен ұстазымен бірге деп. Сондықтан қазіргі таңда енді келесі жылы Құдай қаласа президентіміз айтып жатыр ғой, біз туризм дамытамыз. Биылғы жыл Қазақстан елінде туризм болады деп ЮНЕСКО қосылатын болып жатырмыз қазіргі таңда. Сондықтан қаншама профессорлеріміз, білім, ғылым докторлары келіп қазір тексеруден өткізіп жатыр. Келесі жылы біздің өзіміздің түрік әлемі қосылып үлкен аталарымыздың мерекесін өткізейін деп жатыр. Әсіресе киелі Маңғыстаудан бастайын деп жатыр. Сондықтан осының бәрі құтты болсын. Бәрінен де ел, халық тыныш болсын, ауызбіршілігіміз кең болсын, шаңырамыз кең болсын. Бүкіл ата-баба киелі 362 әулеті қазақ халқын қолдап, қорғап, бәле жерден сақтап жүрсін. Мына бастап атқан ісің алға болсын. Саған жақсылық тілейміз, көкем. Аманшылық тілейміз. Сұрағыма жауап берген үшін рахмет. Мен осы сұхбатты аяқтаймын. Сау болыңыз.